Сәлем достар. Бүгін біз құлпынайдан өте дәмді болатын варенье жасайтын боламыз. Біздер осындай 5 жәшік құлпынай сатып алдық. Барлығын жақсылап жуып, оның барлығын блендерден жақсылап өткізіп аламыз. Дәл осылай жасалған варенье өте жақсы шығады. Дайын болған массамызға шекерді жақсылап саламыз, қалауыңызша. Біз 10 кило, шамамен 10 кило құлпынайға дәл осынша шекер салған болатынбыз. Біздің үйдегілер өте тәтті болғанын қалайды. Сондықтан көбірек шекерді салдым. Шекер үстінде жақсылап сіңгеннен кейін 4-5 сағатқа қалдырамыз. Одан кейін бір қайнатамыз. Одан кейін жақсылап суыған соң және тағы кішкене қайнатып, банкамызды жаба берсек болады. Осылайша біздің вареньеміз дайын болды. Қараңыздаршы, өте дәмді шықты. 12 банка шықты. Осы 5 жәшік құлпынайдан 12 банка вареньеміз дайын болды. Сіздер де байқап көріңіздер. Каналымызға подписаться етіп, қолдау білдіре отырыңыздар. Ал сіздер қалай жасайсыздар? Рахмет барлықтарыңызға, бірге болғандарыңызға. Рахмет.